Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге осындай жұмсақ, үгілмелі, жасалу жолы оңай, қонақ келіп қалған жағдайда тез дайындап жіберуге ыңғайлы песочный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ал сіздер менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті ингредиенттердің барлығын мен толыққанды описанияда қалдыратын боламын. Ал ендеше пирог жасауды бастаймыз. Ең алдымен майымызды ерітіп аламыз, оны ыдысымызға құямыз. Одан кейін үстінен қантымызды салып, екеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Қант пен майды жақсылап араластырып алдым. Енді үстіне бір жұмыртқамыз салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте ұн мен қопсытқышты араластырып, илеуіштен өткізе отырып, жұмыртқалы массамызға саламыз. Бастапқыда мен осылай вилкамен араластырып алдым. Кейіннен қою болған кезде, қолға жабыспайтындай болған кезде, қолмен жақсылап қамырды илеймін. Қамырымыз осындай өте нәзік болып шығады. Жұп-жұмсақ осындай. Оның бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымызды алып, дәл видеодағыдай етіп пергамент қағазына орналастырып шығамыз. Қамырды жаю барысында қамырымыз өте нәзік болғаннан кейін шет жақтарының барлығы сынып, жаңағындай үзіліп қалуы мүмкін, бірақ оны осылай қолымызбен жабыстырып отырып жасаймыз. Қамырымызды бір тегіс етіп жайып алғаннан кейін, дәл видеодағыдай етіп, артық жерлерін кесіп, реттеп, жөндеп шығамыз. Тіпті болмаса дәл сол күйінде пісіріп алып, піскеннен кейін де артық жерлерін кесіп тастасаңыздар болады. Бірақ маған осылай ыңғайлы болғаннан кейін өзіме осылай ұнады. Осылай жасап шықтым. Сіздер өз қалауларыңызша кессеңіздер болады. Қамырды жайып жөндеп болдым, енді вилкамен үстінен осылай басып шығамыз. Енді қамырымызды алдын ала қызып тұрған 180-200 градус аралықтағы пеште 20 минуттай пісіреміз. Қамырды қатты қызартпаймыз, тек қана кішкене сарғайған кезінде ала берсеңіздер болады. Қамырымыз пісіп шықты, енді оны ортасынан теңдей етіп екі бөлікке бөліп аламыз. Енді ортасына өздеріңіздің қалаған начинкаларыңыз салсаңыздар болады. Қалаған варенье, повидло, қандай да бір крем жасаңыздар да болады. Бірақ көбіне осындай вареньемен жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Менде осындай малинаның вареньесі. Осылай вареньені ортасына жағып алдым. Одан кейін қамырымыздың кішкене артық жерлерін кесіп алып қоямын. Оны кейіннен бетіне сүйбетін боламыз. Дәл осы видеодағыдай етіп, екінші бөлігін бетіне осылай жабамыз. Одан кейін оның үстіне тағы да варенье жағып, қамырдың артық қалған қамырды үгітіп бетіне сүйіп шығамыз.
Барлықтарыңызға осы рецептпен жасап көруге кеңес етемін. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Қамыры өте жұмсақ, үгілмелі болып шығады. Өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген жақсы видео рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.